Сәлем балалар, жаратылыстану 2 сынып тақырыбы жануарлар неліктен әртүрлі болады 8 сабақ. Мына тіршілік иелері қайда өмір сүреді? Егер олардың тіршілік ортасын өзгертсе, онда не болады? Болжамыңды айт. Акула, дельфин, тағы басқа негізінен теңіз, мұхитта мекендейді. Олар тұзды суды қажет етеді. Кейбірі тұщы суда өмір сүреді. Мысалы, акуланы тұщы суға ауыстырса, ол өліп қалады. Олардың бүйректері, желбезектері тұщы су тіршілігіне әсер етеді. Қыран құс, бүркіттер таулы аймақта, жазық далада, орманда мекендейді. Олар биікте ұшып, қорегін, яғни қоян, түлкі, құстар, тағы басқа аулайды. Егер қыран құсы судың астына ауыстырса, ол су астында тыныс ала алмай, өмір сүре алмайды. Ақбөкен негізінен шөлді, шөлейтті далалы аймақтарда мекендейді. Олар шөптермен қоректенеді. Ұзақ жүгіре алатын, жыртқыштан қашып құтылу үшін жылдамдығы жоғары жануардың бірі. Егер ақбөкен жануарын мұхитқа жіберсе, тұншығып өледі. Ол жүзе алмайды, тұзды суды да іше алмайды, шөпте жоқ. Шұбалшын ылғалды топырақта, шіріген өсімдік қалдықтары бар жерде мекендейді. Олар топырақты қопсытып, құнарлығын арттырады. Денесі ылғалды болу керек, себебі терісі арқылы тыныс алады. Егер оны шөлді жерге жіберсе, ол құрғап тез өледі. Шөлде ылғал жетіспейді, ал құрғақ топырақта қозғалу қиын болады және тыныс ала алмайды. Егер болжам түрінде айтатын болсақ, жануарлардың мекендеу ортасын күрт ауыстырса, олардың өмір сүру қабілеті жойылады. Себебі әрқайсы ортасына бейімделген. Су жануары желбезек арқылы, құрлық жануары өкпе арқылы тыныс алады. Қоректену тісі ас қоруды өз ортасына сәйкес. Жүзу, ұшу, жүгіру өз мекеніне бейімделген. Әр ортаның өзіне және жыртқыштар болады және қорғануға өз ортасында бейімделген екен. Жануарлардың сыртқы түрі бойынша оның тіршілік ортасын анықтауға бола ма? Дәлелі. Иә, болады екен. Жануарлардың тіршілік бейімделуі суда, аспан мен жерде, топырақта. Яғни мына жерде денесі ұзынша, жүзбе қанаттар, ескек, аяқтар, желбезегі бар, бұл бекіре. Қанаттар, аяқтарының құрылымы, түп қабаты, мамық және қауырсын, бұл бізде құстар екен. Аяқтары жер қазуға бейімделген, алдыңғы тістері қуатты, шырыш, бұл бізде көртышқан. Қуанышпен айсылуға көмектес. Қай құс жылдам жүгіреді, қай құс жақсы жүзеді. Жылдам жүгіретін құстар мысалы 2-ші, 3-ші, 4-ші және 5-ші екен. Жақсы жүзетін ол 1-ші екен. Қазір біз осылар туралы көрейік, қандай құстар екен. 2-ші жорғалаушымен отырушы құстардың аяғы мысалы қарға, торғай, жерде жүруге және бұтақтарды берік ұстауға бейімделген. 3 саусағы алға, 1 саусағы артқа бағыттаған қарапайым аяқ құрылысы. Бұл 2-ші. 3-ші тоқылда тәрізділердің немесе тоты құстардың аяғы ағаш тігіне жабыса өрбелеп жүруге ыңғайлы. 2 саусағы алға, 2 саусағы артқа қарай бағытталып, тірек қызметін атқарады. 4-ші жыртқыш құстардың аяғы, мысалы бүркіт, қаршыға, үйі, үкі, қорегі олжасын бір ұстауға және мықтап ұстауға бейімделген. Ұзын әрі өткір мықты тырнақтары бар аяқ. 5-ші түйе құстың аяғы жүгіруге бейімделген, суретте анық көргенде тез және ұзақ жүгіруге үшін саусақ оны азайып, тек 2 мықты саусақ ғана қалған. 2 саусақты аяқ құрылысы тек Африка. Суреттің сол жақ беті қиылып қалғандықтан 1-ші нөмір аяқ толық көрінбейді дейді. Бірақ ол әдетте бұл қатарда үйрек немесе қаз сияқты су құстарының жүзу жарғағы бар аяғы ол, яғни қаз екен бұл. Ең жылдам жүгіретін құстардың қатарына ұшпайтын құстар жатады. Олардың аяқтары күшті және жүгіруге бейімделген. Түйе құс әлемдегі ең үлкен құс және ең жылдам жүгіретін құстардың бірі. Олар 70-72 км/сағатқа дейін жете алады. Олар қауіп төнгенде осы жылдамдықпен ұзақ жүгіре алады. Оның ұзын мықты аяқтары мен 2 саусағы жылдам жүгіруге мүмкіндік береді. Мінекей бәрі жаңағы көрсеткендей, түйе құсы нанду деп аталатын 60 км/сағат жүгіреді. Эму деп аталатын газуар 50 км/сағатпен жүгіре алады екен бала. Дала қыранының неме қоректерінің сыртқы түріне қарап анықтауға бола ма? Құндыз қандай жерде мекендейді? Дала қыраны дала бүркіті, жыртқыш, қысқа иілген, тұмсығы, ет жеуге жарамды, қарулы өткір тырнақтары аң құсты ұстап тұруға өлтіруге арналған. Қырағы көзі қашықтан аңды көруге бейімделген, жалпақ қанаты мықты денесі, ұзақ уақыт аспанда ұшуға, жемтігін аңдуға ыңғайлы. Қорегі саршұнақ, қоян, түлкі, құстар, жорғаушы. Құндыз
Су жануарының бірі, ол көбіне орманды сулы аймақтарда мекендейді. Өзен жағасында, көлдер мен тоғандарда, сазды батпақты жерлерде, орманда қоршалған су қоймаларында. Құндыз іні су астына кіретін, бірақ ішінде құрғақ бөлінісі бар құрылымда болады. Бөгеттер арқылы өзіне қорған, жайлы мекен жасайды екен. 5-ші, қалай жеңіл жүзуге болады деген тәжірибе жүргіз. Мақсаты құстың аяғы мен тіршілік ету ортасының арасына байланысты анықтау. Құстың аяғындағы жарғақтар жүзуге көмектеседі. Қажетті заттар су құйылған леген, полиэтилен, дорбалар, резеңке. Құстың аяғы мен тіршілік ету ортасын байланысын анықтау үшін жасалған қысқаша мынандай болжауға болады. Нені байқадың? Саусақтары тарбиған, қозғалғанда судың кедергісін аз сезінеді. Себебі саусақтар арасында саңылаулар судың оңай өтуіне мүмкіндік береді. Бұл жүзетін құстардың саусақтарындағы жарғақтарсыз қозғалысын елестетеді. Олардың жылдам қозғалуы қиындайды, өйткені олар суды артқа итере алмайды. Қолға полиэтилен дорба киіп қозғалғанда судың кедергісі айтарлықтай артады. Қолың суды артық қарай итереді, соның арқасында алға қарай қозғалу жеңілдейді. Дорба саусақтар арасында кеңістікті толтырып, су өткізбейтін беткей жасайды. Бұл жүзетін құстардың аяқтарында жарғақтардың қызметіне ұқсайды. Қорытынды, құстардың аяқтарының құрылысы олардың тіршілік ету ортасына бейімделуінің айқын мысалы. Судың жүзетін құстардың мысалы үйректер мен қаздардың аяғында жарғақтар суды артқа итеріп, оларға суды оңай және жылдам қозғауға көмектеседі. Ал жарғақтары жоқ құстар, мысалы тауықтар мен торғайлар, суда жақсы жүзе алмайды. Себебі олардың аяқтары суда артқа итеруге қабілетті. Сонымен құстың аяғы мен тіршілік ету ортасы арасында байланыс. Жарғақты аяқ суда жүзуге арналған. Ал онда ерекшелігі жоқ. Жарғақ дегеніміз кейбір жануарлардың әсері суда жүзетін құстар мен сүтқоректердің саусақтарының арасын жалғап біріктіріп тұратын тері қабаты. Мысалы құстар қаз, үйрек, аққу, сүтқоректер, құндыз, суыр, үйрек, тұмсық, қос мекенді бақа. Көптеген жануарлардың бүркенішті реңі табиғи ортада тіршілік етуге көмектеседі. Дене пішіні мен түсі оларға табиғат аясында жасырын тіршілік етуге мүмкіндік береді. 6-шы, фотосуретке қара, қандай жануарлардан жасырынғанын анықта. Фотосуреттерге қара, қандай жануарлардың жасырынғанын анықта. Мына жерде шөптің арасында арыстан, 2-ші, ағашта үкі суреті, шегіртке жасырынған. Осы ойдың шегіртке. Мына жерде. Содан кейін шөптің арасында бақа. Табиғи ортадағы бүркеніш реңінің маңызын түсіндіріп. Бүркеніш реңінің бастысы жыртқыштардан қорғану. Көптеген жануарлар, мысалы қоян, бұғы, кейбір құстар, жәндіктер өздерінің дене түсінің қоршаған ортаның түсіне сәйкестендіреді. Мысалы қарлы жерде ақ түсті жануарлар, поляр түлкісі, барыс, жолбарыс жыландар өздерінің дене түсін айналадағы ағаштарға, шөптерге, топыраққа сәйкестендіріп, жемтігіне жақын келіп, оны ұстай алады. Жалпы алғанда бүркеніш реңі жануарлардың табиғи ортада тіршілік ету және көбею мүмкіндігін арттырады. Арыстанды алса, жасырынып тұрады да өзінің қорегін ұстап алады. Мына жерде мінекей бұлар жыртқыштардан жасырыныпты. Қазақстанда сирек кездесетін жануарлар туралы оқы. Ақпаратты жануарлардың суретіне сәйкестендір. Суда жүзетін ірі құс ұшқан кезде қатты дауыс шығарады. Бұл аққу. Сүтқоректі ірі жыртқыш жануар биік тауларды мекендейді. Жалпақ табандары омбы қарға батпай жүруге өте ыңғайлы. Секіргенде ұзын құйрығы тірек болады, әрі тепе-теңдік сақтауға көмектеседі. Яғни бұл барыс екен. Шөппен қоректенетін сүтқоректі аяқтары ұзын, денесі сымбатты, шағын денелі жылқыға ұқсайды. Бұл құлан. Сұңқылдақ аққу, құлан, барыс және басқа жануарлар күрт азайып кетті. Олар Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген. Жойылып бара жатқан жануарларды сақтап қалу өте маңызды. Барлық жануарларға жанашырлықпен қарауымыз қажет. Қосымша дерек көздерінің Қазақстанның қызыл кітабына енген басқа да жануарлар туралы біліп ал. Қыс мезгілінде жабайы жануарлардың тіршілігінде қандай өзгерістер болады? Неліктен кейбір жануарлар түсі өзгереді? Сен жануарларды қалай қорғар едің? Яғни қызыл кітабына енгендер қар барысы, биік таулы аймақтарда мекендейді, саны өте аз екен. Қыс мезгілінде жабайы жануарлардың тіршілігінде қандай өзгерістер болады? Қыс мезгілінде күн суытып, азық табу қиындықта. Жануарлардың тіршілігіне үлкен өзгерістер алып кетеді. Ұйқыға кету. Кейбір жануарлар борсық, аю, суыр, кірпі, бұлар ұйқыға кетеді екен. Құстардың көбі ас
азық пен жылылық іздеп оңтүстікке қарай ұшып кетеді. Тұяқты жануарлар, киік, еліктер қара, ас, оты мол жайылымдарға көшеді. Содан кейін екінші сұрақ, неліктен кейбір жануарлардың түсі өзгереді? Кейбір жануарлардың, мысалы қоян, аққыз, аққұр күзде жүні немесе қауырсыны ақ түсте өзгереді. Мұның себебі жыртқыштардан қорғану, жасырыну үшін екен. Балалар, бүгін біз жануарлардың түрі неге әртүрлі болады деген сұрақтарға жауап бердік. Сабақ аяқталды.